Қайырлы күн, достар! Бүгін біз меренга мен алмалы бәлішін пісіреміз. Алдын ала қажетті заттарды дайындап аламыз. Қатып тұрған сары майды өткізгіштен өткізіп, ұнмен бірге жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа, құмшекер, разрыхлитель және сүт құйып, бәрін араластырып қамыр илейміз. Қамырдың июі қанғанша алмаларымызды кесіп дайындаймыз. Қамырды кішкене қолымызбен басып, формаға саламыз. Менің формамның диаметрі 26 сантиметр. Бетіне кесілген алмаларды салып, қызып тұрған пешке 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Енді біз меренга дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ағына құмшекерді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Пештен бәлішімізді алып, бетіне меренганы салып, тағы да 5-7 минутқа шамалы қызарғанша ұстаймыз. Міне, біздің меренга мен алмалы бәлішіміз дайын болды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге де кеңес беремін. Пісіріп көріңіздер. Өте ерекше және дәмді болады. Ас болсын.